Екі ат қорғанысында кездесетін тұзақ түрі. Защита двух конейде кездесетін ловушка. Сарбазымыз жүрді, біздің сарбазда жауап қайтарды. Атпен ойынға шықтық, атымыз қорғап жатыр сарбазды. Енді піл С4 нүктесіне келіп ойынға қосылып жатыр. Енді біздің атымыз шықты. Осы жерде екі ат қорғаныс басталып жатыр. Одан кейін бізге ат шабуылдайды. Бұл пешканы жеу арқылы вилка жасамақ. Сол себептен біз не істейміз? Пешкамызды алға қарай жүреміз. Енді олар бізді жеді. Біз атымызды алып қашамыз, бізге шақ қояды, бізде алға жүреміз, сосын біздің пешкамыз жегенде бізде оны жейміз. Енді көп жағдайда пілді артқа қарата алып кетеді. Сол кезде біз не істейміз? Пілімізді дамытамыз, ойынға шығарамыз, олар ерекше ход жасайды, яғни рокировка жасап кетеді. Біз атқа шабуылдаймыз. Ат F3 клеткасына қашқан кезде атқа тағы да шабуылдаймыз. Енді ол E5 клеткасына келген кезде біз оған уәзірмен шабуылдап бастаймыз.